Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз номер 2 БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Трактордың тарту күші берілгені деп жазайық. Берілгені. Трактордың тарту күші берілген F тең 25 килоньютон. Платформаны 7,2 км сағат. Жылдамдықпен сүйреп келеді. Трактор 10 минутта қандай жұмыс атқарады, жұмысты табамыз. Алдымен халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп аламыз. Килоньютонды ньютонға айландырамыз. 25 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі ньютон. Километр сағатты метр секундқа айландырамыз. 2 метр секунд. 10 минут секундқа айландырамыз. 600 секунд. А тең болады F көбейтілген S. S тең болады V көбейтілген T. S-ті табайық. Бірінші S тең болады 2 метр бөлінген секунд көбейтілген 600 секунд тең 1200 метр. А тең болады 25 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ньютон көбейтілген 1200 метр тең болады. Есептеп жібереміз. 25-ті 12-ге көбейтейік. 3000 болады. 300 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, 10-ның 5 дәрежесі болады. Немесе 30 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесіндегі джоуль деп аламыз. Немесе 30 мегаджоуль. 30 мегаджоуль. Келесі есепті шығарайық. Сорғы 5 секундта көлемі 4,5 метр куб суды 5 метр биіктікке көтереді. Судың тығыздығы 1000 кг бөлінген метр куб. Көтеруге жұмсалған күшті анықтаймыз. F-ті табу үшін M көбейтілген G дейміз. Енді бізде масса жоқ. Массаны табу үшін ρ көбейтілген V деген формула бар. Сонда бізде F тең болады. ρ көбейтілген V көбейтілген G болады. Ол тең. ρ дегенде 1000-ды қоямыз. Мың килограмм бөлінген метр куб. Көбейтілген V дегенге 4,5 метр кубты қоямыз. G дегенге 10 ньютон бөлінген килограммды қоямыз. Сонда бұл жерде метр куб пен метр куб қысқарады. Килограмм мен килограмм қысқарады. Сонда менде 45 000 ньютон болады екен. Суды көтеруге жұмсалған жұмысты табамыз. А тең болады F көбейтілген H. А тең болады 45 000 ньютон көбейтілген H теңге 5 метр. 45-ті 5-ке көбейіп жүрейік. 225 000 болады сонда. 225 000 джоуль. Сорғы қуатын анықтаймыз. Қуатты анықтаймыз. N тең болады А бөлінген Т. N тең болады А дегенге 225 000 джоульді қоямыз. Бөлінген Т дегенге 5-ті қоямыз. 225-ті бөлеміз 5-ке тең 45 шығады. Сонда 45 000 ватт. Ол тең 45 киловатт деп алсақ та болады екен. Келесі. Массасы 100 кг, 60 км минут жылдамдықпен қозғалатын жарыс машинасының қуатын табыңыз. Так, берілген жерге жазайық. Массасы 100 кг.
жылдамдығым 60 километр бөлінген минут. Осы километр минутты метр секундқа айландырамыз. Яғни 60-ты мыңға көбейтіп 60 мың болады. 1 минутта 60 секунд болады. Сонда 1000 метр бөлінген секунд шығады. Так, қуатты табамыз. N тең болады F көбейтілген V. F тең болады mg. F-ті тауып алайық. F тең болады 100 килограмм көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Тең болады 1000 ньютон. N тең болады 1000 ньютонды көбейтеміз 1000 метр секундқа. Тең оның 6 дәрежесі ватт болады екен. Немесе миллион ватт деп алсақ та болады. Келесі төменде берілген сурет берілген. Осы суреттер бойынша механикалық жұмыс. Бірінші жағдайда механикалық жұмыс 0-ден үлкен. Күш пен жылдамдық бағыттас. Екінші жағдайда механикалық жұмыс 0-ден кіші. Үшінші жағдайда механикалық жұмыс 0-ге тең. Келесі. Қуаты 600 ватт локомотив бір қалыпты қозғап 400 метр аралықты 30 секундта өтеді. Жылдамдығын есептейміз бірінші. Жылдамдығын жаз қояйық. Қуаты N тең 600 ватт. S тең 400 метр. T тең 30 секунд. Так, енді біз бірінші нені табамыз? Жылдамдығын табамыз. V тең болады S бөлінген T. V тең болады 400 метр бөлінген 30 секунд. 43-ке бөлеміз. бүтін 13 метр секунд. Қуатты табамыз. N тең болады F көбейтілген V. N тең болады. Так, енді бізде тарту күшін табамыз бұл жерде. F тең болады N бөлінген V. F тең болады N дегенге 600 ватты қоямыз. Бөлінген 13,13 метр секунд. Жоқ шамамен 45 ньютон болады.